Төлебай Аманов атындағы номер 16 жалпы орта білім беретін мектептің 5-ші А сынып оқушылары қазіргі елімізде болып жатқан жағдайға байланысты үйде болуларыңызға кеңес береді. Достар, мен үйдемін, сіздер де үйде болыңыздар. Мен 5-ші А сынып оқушысы Сүлейменов Әли, дәні саудың жаны сау. Төтенше жағдай кезінде үйден шықпай, спортпен шұғылданамын. Темірді тәртіпке бағансақ, індетті бірге жеңеміз. Мен үйдемін, сіздер де үйде болыңыздар. Мен бос уақытымда үй шаруашылығына көмектесемін. Мен үйдемін. TikTok түсіремін. Мен үйдемін, сіздер де үйде болыңыздар. Мен үйдемін, сіздер де үйде болыңыздар, ауырмаңыздар. Сабыр сақтап кітап оқыңыздар. Карантин бұл өзін-өзі дамытуға арналған тамаша уақыт. Насыл балам, бауырыма қарай тұршы, мен магазинге барып келейін. Анашы, мен қарай алмаймын. Менде сабақ 2-ден 6-ға дейін. Айылдың балам қарай аласың ба? Жоқ, кешірсін, мен үлгермей жатырмын, қазір сабақ уақыты. Үйдеміз. Сіздерде үйде болыңдар. Біз үйдеміз, сіздер де үйде болыңыздар. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған қол болмайды демекші, індеттің тарауына жол бермейік. Үйден шықпаңыз, бос уақытыңызды өзіңіздің пайдаңызға жаратыңыз. Барыңызды бағалап, аман болайық.